Йоу, сәлем достар, сіздермен бірге болатын. Бүгін мен Ерін Нұрлаев және мен бастаймын достар. Видео басталмас алдынан бұрын каналға жазылып отырамыз. Лайктарыңызды басып отырыңыздар. Мен каналымда өте көптеген қызық видеолар шығуда достар. Сол үшін лайктарыңызды басамыз, каналға жазыламыз әрине достар. Емше мен бастаймын достар. Бүгінгі серияда мен сіздерге 3 керемет машинамы білмеймін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен қазір соны көрсететін боламын. Біз мына заттарды алдымен лақтырып тастайық. Нәзірға үшін алу керек. Әйтпесе бір анандай саяхат жетілді ма бірдеңе болады ғой. Сол шықпаса жынға тиеді просто. Сол үшін ұстап жүрмін бұл қылышты достар. Наяқта бізде дегенде так, бұл жерде кафе тұр. Өзім жасасам. Нерде шашлықтар пісіреді. Міне шашлықтар тұр. Ай, снай. Отырып тұрсаң кіріп кетеді екен соңы. Мен кірмейсің деп ойласам. Короче, осындай бізде шашлық пісіретін орын. Мейрамхана десем де болады. Мына жерде сок береді әртүрлі. Арақ беріп тастады ғой бізге. Достар, арақ беріп тастаған бір түрлі болды. Сала салайық, арақ бізге керек емес. Тузырек беріп, вообще түсінбедім. Бізге басқалар керек емес. Достар, бұның ішінде даже арақтар да беріп сөйт. Байқамасаңыздар. Басымнан кетті ау. Мына жерде қонақтар күтеді, қонақтар отырады осы жерде, короче. Мынау менің дүкенім, достар. КамАЗ дүкен, КамАЗ. Мынаны қараңыздар, кәдімгідей түтіні шығып тұр ғой тоқымдырығынан. Ёшки, патрешки. Я матрешки екен ғой, патрешки деп тұрмын. Короче, мына жерден адам келеді. Бүйтеді ақшасын береді. Мен ана жерлерден тамақ беремін, короче. Бізде мынандай кафеде осындай нелер бар. Қазір сіздерге ішін көрсетейін. Мына жерде автоматический металлный холодильник. Ішінде тамақ толып тұр ғой. Түк бермей жатыр достар, плитке. Онысы қазақ. Есік жауып қойсақшы. Может, екі құрылға тұрған шығар. Айттым ғой достар, көрдіңіздер ме? Мына есіктерді ашып жаба салады, оның не істегенін. Ана жерде бак тұр, мына жерде дөңгелектер. Мына жерден есіктен кіріп, мына жерде басқаратын орын. Мына қайсы рөлінде вообще ұмытып қалдым мен достар. Ёшки, матрешки. Мына жерде КамАЗ достар. Қалай ұнайды сіздерге? Даже мына жерде несі бар? Қалай еді, капоты бар. Мына жерде бензин, соляркалар бар, құятын жер. Ал мына жерде песоктар тұр, құмдар, короче, құм тұр. Мына жерде түсіп шығатын не тұр. Бұның да салон сіздерге көрсетіп кетейін. Міне салоны, бұның да салоны қарапайым достар. Ана жерде магнитофон қосасыздар. В общем, солай. Екінші машина бізде бітті. Енді үшінші машина, ең соңғы машина достар, ол менде. Әрине ол көлік таситын машина. Мына жерде Lamborghini толып тұр достар, қараңыздар. Айбай, кішкентай Lamborghini дейін тұр. Терезелері жоқ Lamborghini екен бұл. Бұның іштар деп ойлап қалмаңыздар. Іштар емес. Міне іші. Мына жерде тормоз, газ, анау тұр, короче. Мына жерде скорость. Мынау бұрылып тұр. Аналар да бұрылып тұр. Қом. Қатырап достар. Мына жерде көлеңке тұрады. Короче, наяғында қосымша бөлме бар достар. Тағы бір көрсетіп кететін нәрсе. Мына жерде көлікке сыймай қалған адамдар отырады. Зато кайф, артқа қарап отырасыздар. Артта машиналар көрініп тұрады. Мына жерде 3 адам сияды достар. Басып кеткен ғой, байқамай. Достар, короче, бүгін мен сіздерге осыларды көрсетейін дегем, короче. Осы 3 көлікті және де 4-ші осы нені мейрамхананы көрсетейін дегем, короче.
Короче, сол достар, мынау менде новый бірдеңе салайын деп жатырмын, әйтеуір бұл не екенін білмеймін. Өзім сол что-то салуға желанием ашып кеттім, а что білмейді екенмін достар. В общем, достар, сіздермен бірге болған бүгін мен Нұрлаев. Видеоны каналға жазыламыз, лайкымызды басамыз. Сау болыңыз.